планда бар. Әрине күнделікті табысымды тәуекелге бел буу арқылы тауып отырып, сол табысымды күнделікті шешіп отырсам ба деп ойлап отырмын. Сол арқылы, короче, андай кейбір жұмыстар болады ғой енді, официант сияқты, или бір басқа бір мысалға ақшалары күнделікті беріліп отыратын жұмыстар бар ғой. Күндексің күнде, айлық емес. Айлық деген иттік қой, таза күттірейіп барай. Трейдингтің бір жақсы жері сол да, короче. Табуын табасың, қай уақытта шығаратынын өзің білесің да, короче. 2 күнде бір ма, 3 күнде бір апта бір айда бір ма, төзімділік танытып ше, оның барлығы өзің еркіңде, короче. Сол енді сол табысымды тауып, тәуекел ету арқылы күнделікті шығарып отырып, короче. Сол арқылы бір жағынан өзім табыс тауып отырамын, бір жағынан сендерге опыт беріп отырамын. Сендер сол видеоны көріп опыт алып отырасыңдар, де бір жағынан үйренесіңдер торговля жасауды и көресіңдер қалай опытный трейдер торговля жасайды. Осы оймен келіссеңдер, комментарийға плюс жазып кетсеңдер, өте жақсы болатын еді. В целом бар ғой. Бірақ енді кәдімгідей менің ашуымды көресіңдер бұл жерде. Торговляда особо қатты аяусыздықпен сауданы жасаймын. Ол нәрсені сендер ұғылаң керексіңдер, короче. Вот. Жалпы өзімді әдейі осындай төмен деңгейге түсірдім да. Крупный вывод жасап ше. Крупный вывод жасап әдейі өзімді осындай төмен деңгейге түсірдім да. Чтобы қарапайым халықпен теңесу үшін әдейі. В целом бұл мен үшін кәдімгідей вызов мойындау керек, потому что мен бұндай аз ақшамен $1000 деген әшейін $1000 доллар бұл, короче, ол мен үшін ше. Ол негізі мен үшін емес, жалпы аз ақша. Мен істеп қалған деңгей ол жоғары еді да. Үлкен суммамен, үлкен депозитпен, короче, көтеріп жүргенмін ғой. И қазір енді $1000 деген кәдімгідей мен үшін вызов. Так что осы вызовты қабылдап, өзімнің табандылығымды танытып, короче, барлықтарына үйрету керек болып тұр ғой. Қалай торговля жасау керек, кім бат екенін бұл жерде көрсету керек, как положено. Сондықтан да ждите, дайын болыңдар, дайындалыңдар. Разгон болады, риск болады, короче, как положено. И болды енді өзім қайта оралғаннан кейін это означает командаға да көңіл бөліп бастаймын. Бәрібір ютубтағы көп жоқ ақпараттың барлығы команданың ішінде. ББТның жаңа түрлері, менің жеке өзімнен түсірілген видеолар, торговый кеңестер, табыс табуға болатын мүмкіндіктердің барлығы, яғни советтердің барлығы, жеке сұрақ қоя алу мүмкіндіктердің барлығы команданың ішінде бар екендігін ұмытпа. Жейді ол жерге қосылу ешқандай ақысыз, бір тиынсыз, тегін. Сондықтан да асық. Ол нәрсені де ұмытпау керек. Ары қарай өсуің үшін, дамуың үшін, жалпы командалар болу саған пайдасын тигізбесе, зиянын мүлдем тигізе қоймайды. Сондықтан да давай. Вот. Сол айтайын дегенім жалпы. Көкелерім оралды. Сауданы айырайын деп тұр, короче. Біраз жекеме жазғандарға көңіл бөлмей кеткендеріме айыппендер енді. Қол мүлдем босамады тимеді. Шаруа деген шартарап мүлдем қол босамай. Жалпы телеграмға кіретін уақыт болмай кетті ғой. В целом бар ғой. И көбілерің, короче, астыларында қалып кетулері мүмкін сендер, короче. Телеграм жекемде. Ол енді олай болу керек. Жалпы ол үшін әрқайсыларынан жазғандарға кешірім сұраймын деп айтсам төмендеп кеткен болам. Но в целом енді бір араларында бір екеулер жазған. Соларға ғой кеш жауап бергенім. Соларға просто бүйтіп құлақтарына алтын сырға тағып не қылып қояйын дегенім ғой, короче. Ну енді көркем мінезділік көрсетіп қалу керек қой, короче, көрсететін кезде ше. Сәкелерің праймға оралды ғой. Так что контент күтіңдер, короче. И ана плюс жіберуді ұмытпаңдар комментарийге. Ана идеямен келісесіңдер ме осы? Егер келіспесеңдер көтті қысып 1%-пен торговля істесеңдер болады, бірақ енді жүрегімнің сезімі қалай қаламайды да. Ұзақ жүруші, созылып, тайраңдап. Ол үшін мен жара алмағам ғой. Кешіріп қойыңдар, айналайындар. Так что по-любому бір несіне келу керек тұжырымына. Но енді сендердің де ойларың маған маңызды. Егер де енді қалай айтсам болады, планды өзгертемін ғой енді. Более консервативно, агрессивно емес, 5%-бен ба, 10%-бен жалғастыра беремін ғой. Егер де сендер плюс көп жүрмесіңдер. Негізі сендерге шанс қол, маған келіп кетер ешқандай пайдасы жоқ. Менің қалай агрессивті торговля жасап, жалпы драгон жасауды үйренесіңдер, рисковать етуді үйренесіңдер, дұрыс ситуацияны іздеуді үйренесіңдер. Барлығы сендер үшін плюс, мен үшін емес.
Так что действуйте, ребята. Я вас верю. Көріңдер енді.